Достар, мен сіздерге қазір Forever компаниясының өнімі Artixi омега 3 пен 9, яғни балық май мен зайтун май қосып дайындалған өнімнің ағзада қандай қызмет атқаратынын эксперимент жүзінде көрсететін боламын. Бізге қажетті өнімдер Artixi өнімі, одан кейін Penaplast, бұл ағзадағы атеросклероз табақшаның рөлін атқарады, және де жылы су 37 градустағы вилка және де ине қажет болады. Атеросклероздың көрінісі ретінде біз мынандай пенопластты алдық. Енді осыны біз қазір жылы суға саламыз. Пенопластты мен жылы суға салдым. Одан кейін Artixi өнімін саламын. Енді бұл тезірек еру үшін капсула күйінде болғандықтан оны ине арқылы тесіп, оның ішіндегі бізге керекті майды осы стаканда суға жіберетін боламын. Так, мен салдым Artixi. Енді вилкамен араластырамыз. Так, бұлай қояйын сіздерге жарыққа шамалы. Әлі капсула толығымен ашылып болған жоқ. Бұлай вилкамен басып, ішіндегі майды толығымен шығаруға болады. Шамалы уақыт күтетін боламыз, пока капсула толығымен ішіне шыққанға дейін. Міне, майлары ішінде, май қалай судың бетіне қалып шығып жатыр. Мынау ненің кішірейіп жатқаны, пенопласттың кішірейіп жатқаны мән берсеңіздер. Просто араластырып отыру керек, өйткені ағзада постоянно қан айналып әрекетте отырады. Сол себепті бұл жерде де қимыл әрекет болу керек. Міне байқасаңыздар, бағана салған пенопласт қазір қандай күйге келді. Міне, бағана салынған пенопласт қандай күйге еріп кетті. Достар, қазір ғана көрдіңіздер Artixi ағзада қалай қызмет атқаратынын. Бұл өнімнің құрамында омега 3 пен омега 9 балық және де зайтун майы қосып дайындалған. Енді жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, атап айтқан кезде инфаркт және инсульттің алдын алуға керемет болсады, және де давление, яғни артериялық қан қысымды бір қалыпта ұстап тұруға керемет көмектеседі.